Қайырлы күн. Осы сөзді мына телеграммаға көп кірмеймін, кіріп жатқан жоқ. Мен WhatsApp чаттарынан ауыз алмай жатырмын. Себебі осы телеграмда отырғандарда үндейтін де бәрі де сол WhatsApp чаттарындағылар. Білмейді емес, адам саны көбейтеміз дейміз. Көбейсін деп, көбейіп отырған сол бытырап жүрген WhatsApp чаттағылар бір жерге жиналды ма деп ойлап қараймын осы жерге. Бәрі WhatsApp чаттағылар, үндемейтіндерде участвиет сөйлеп отырғандарда мына жерде бір жерде ғана естіліп жатыр. Ол дұрыс, соған қуанамын мен. Ана жерде әрбір WhatsApp чатында бірде екі ғана. Қалғандар тыңдарман. Тек әйтеуір бір театрдың залы жоқ, қарап отыратын. Көз көрмесе де құлағы тыңдап отырады. Болды. Бұл жерде де жан ұшырып айтатын бір санаулы адамдар ғана. 80-100-ге жетпейтін адам сетте отырса, қалғаны құр басқа жерлерде. Тыңдамайды да, бірақ құлақ салып тыңдау керек. Барынша әрбір сөзді тыңдау керек, көру керек, есту керек, сараптау керек, көрмесең де. Енді сол мен өзімше енді оны талқылап, осы әңгіме қуып кетпей қояйық, бұл менің жеке ойым, жеке пікірім. Просто ойлап бәрін өзімше ой түйек қарайық. Қоғам мен төртке бөлдім деп, 4 топ бар деп қоғамда. Мен театрмын, өзімше баға бердім. 4 топ. Бірінші басты рөлде билік, енді самасы ой. Билік басты рөлде. Сол биліктің сосын қолшоқпарлары, билікті қолдайтындар. Соның көлеңкесіндегі шатырының астындағылар, зонтигінің астындағылар. Соған әйтеуір қарапайымы бар, басқа жалмақай әлгі бір кішкентай креслода кіші кабинетте жүргендері бар. Сол кіші кабинетте жүргендер, кішкене орта буындар қалғаннан қарапайымдыларды ұйымдастырып, жаяу әскерше қойып пайдаланатын. Осы 2 топ па, 3-3 топ мына біздер міне отырған. Барымыз осы 3000-ымыз дейді, 3000-ымыз сол билікке қарсыларымыз. Түбегейлі билікке қарсы халық. Төртінші жағы. Тырағайдап жан-жақтан ұрандап жүрген биліктің бер жағындағы парламент сияқты, анау-мынау жерлерден дәмеліндер, сына іздеп жүргендер. Бір сыйып кететін, басын тығып алатын. Ұят тесік іздеп жүргендер, басын тығатын жер іздеп жүргендер, әуелден. Солар. Ол енді мына 400 топ. Мына билікке қарсы топпенен билікті қолдайтын топтар екеуін бірдей пайдаланады. Ол жеке мүддесіне, өзіне пайдасы жеке мүддесіне орындап жүргендер. Ол анық. Себебі неге? Мен дейді. Мен едім деп. Не, Махамбет болып кеттің бе? Исатай болып кеттің бе? Кім болып кетті? Кімсіңдер вообще? Айтыңыз, жауап беріңіздер. Кімсіңдер вообще? Мен дегенде. Халықтан асып үлкен менмін дегенде. Біреу шығып, біреу жүр. Бәрін біліп отырсыңдар. Ана Ержан Тұрғынбаймен жеке сұхбаттасқандар сарылап, бәрін тыңдаңыздар, қараңыздар. Бұл бірікпейді дейді, бұлар бірікпейді дейді. Өзі бірлікке шақырады. Сонда не ой бар? Бірікпейтін нәрсені айтып жоқ, бірікпейтін нәрсені анасым жамандадым дейді. Ойбай әулие деп. Жылтырағанның бәрі жібек емес, өскеннің бәрі лидер емес. Ауызбен өскеннің бәрі лидер емес. Осының бәрі түптің-түбінде мына пропагандамен улап келген. Тіпті не десе, о десе қыртылдамасын әше. Қатты айтсам қыртылдамасын, бастан басқа. Отырып ән жерден постановка қоймасын, өтірік әлгі. Актер болмасын, жартысы актер олардың. Жартысы актер. Нағыз оппозиция түрмеде отыр. Апарып отырып. Нағыз жан ұшырған белсенділерді үйінде қазір берекетті алып қамап жүр. Нағыз бешешке белсенділерді үйлерінде қамап, ойларда келген істеп жатыр. Мына рұқсат етілген митингте неге? Бұның бәрі постановка. Бірақ олай-бұлай демей, үйде тұрып маған бермей, бәріміз соған жиналуымыз керек. Бәрі жиналу керек. Ананың демей, бөлінбей жиналу керек. Пайдалану керек. Бізді қалай қара халықты сендей соғыстырып, сексеуіл ұрғандай пайдаланып жатыр.
солай біз де пайдалануымыз керек. Біз де пайдалануымыз керек. Бәріміз жерден тарағайдап бәлкі мен деп 40 құмалақтай 40-қа бөлінгенде де 40-қа бөлініп жаңағы ұйым болғанда да бәріміздің мүддеміз біреу, мақсатымыз біреу. Соны 40-қа бір мүддені 40-қа бөліп алып жан жаққа тартып жүрміз. Неге? Не себепті? Қасақана ма? Әдейі астыртын солай істеу ме? 40 жаққа бөлу ме? Енді мен өзім сол 40 ұйымның көк тиынға да қажеті жоқ маған, солай айтайын. Көк тиынға да маған 40 ұйымның қажеті жоқ. Менің өз позициям бұл билік кету керек. Кетпей ештеңе де өтпейді. Соны кетірмеудің амалы мына 40-қа бөліп жүрген соған билікке жұмыс жасаушылар, мен де солай танимын. Себебі осы бәрі кілем үлкендер, 2 ғасырды бірдей көргендер, оппозицияның тарихы бүкіл тек қана Әбіләзовтан басталған жоқ. Әбіләзовтың өзін біз пайдалануымыз керек. Әбіләзовты тәңір көрмеуіміз керек, Әбіләзовтың өзін пайдалануымыз керек. Міне, қайта қақса қоймадыңдар ғой деп, жұмыртқа тауық үйретті дегендей. Жұмыртқа тауық үйретті деген заман болды. Қазір міне, 40-қа жетпеген 30-35-тегі адамдар, ой, Қасен Қожахметов, білеміз ғой дейді, білеміз. Нені білесің сен? Нені білесің? Айналайын-ау. Нені білесің? Қасен Қожахметов лидер болды. Кетіп жүрген, кәдімгі көш бастап жүргенде, ұйымдастырып жүргенде сен тіпті планда жоқ балдарсыңдар ғой. Планда жоқ, ешқандай жоспарда жоқ. Жетпісінші жылдан бастап екі рет сотталып күресіп жүргенде, жалғыз өзі күресіп жүргенде, мен әлі билікпен күреспейді. Билікпен күрескен жоқ ана билер, бер жағындағы ауылдар сағыздай созып өсіп жүргендер. Билікпен күрескен жоқсыздар. Биліктің құрамында аппаратта болғанда жеке мүдделерің үшін, билікке сыймаған үшін, жеке мүдделерің үшін күресіңдер. Мұхтар Әбіләзов солай жеке басына, жеке мүддесі үшін. Содан соң сол билікпен қарсы күресіп жүрген партиялардың қасына қосымша конкурент болып, өз мүддесі үшін партия ұйымдастырды. Енді келіп халықты бетке ұстайды. Халықты бетке ұстап керек болып қалды. Соған дейін халық керек болған жоқ, ипотекке, процентке ақша беріп отырғанда банкісінен процентке халыққа жарылғаны ма? Мемлекеттің банкісін алып соны жекешелердің әкесіне қалған мұра болды ма? Мемлекеттің ақшасы бәрі ұйымдастырғаны. Халықаралық сауда үйінен алынған ақша мемлекетке. Жекеменшік мұрасы емес. Мемлекеттің ақшасы бәрінде бөліне салмай таласып жүргендер. Бірақ біздер соны өзіміз осы ұранын пайдалануымыз керек. Оған табынбауымыз керек, біз пайдалануымыз керек. Барлық идея Қасен Қожахметов Кәрімжан ұлы, музыкант, композитор, сол үшін де билік басында болмаған оппозиционер нағыз. Содан кейінгілердің бәрі түрмеде отыр. Арон Атабектен бастап түрмеде отыр бәрі қазір. Нағыз оппозиция. Оппозициямен айтуға қазір ешкім правасы жоқ. Кәдімгі нағыз патриоттар, белсенділер қазір жүрген. Мына қазіргі мына лидерлер, сол Қасен Қожахметовтің идеяларын алып, өздері болып 40-қа бөліп алып, өзіндік решениесі жоқ, түп-түгелімен соның қайталамасы. Бір мүддені алып 40-қа бөліп алып, жан-жақта батыратып жүр. Бұның бәрі әрине билікке жұмыс жасаушылар деп мен де танимын. Біз халық оған қарамауымыз керек. Өзіміз сознательный, өзіміз саналы болуымыз керек. Өзіміздің санамызды дамытуға қалай агитация жасаймыз? Өзіміз санамызды бізді түрлі пропагандамен үкімет пайдаланып жатыр ғой. Дінді әкеліп саясатқа қосты. Өтірік пропагандамен жаңағыдай түрлі партия ұйымдастырумен халық бірлігі деген азаттық қозғалыс деген бір нәрсені ұйымдастырайық дедік. Осы лидерлер қаудыра құңғи қалғандай үндемей отырды ғой, соны таратқан жоқ қой, үндемей отырды ғой бәрі жиналып алып. Амалсыздың қолдан шапалақтап үндеген жоқ, құрандаған жоқ. Қасен Қожахметов ұйымдастырамын деп кетіп еді, жан-жақтан шыға үйту керек, бүйту керек, сөйту керек деп. Не шошқаның терісін үйту ме? Айналайын лидерлер-ау, қан ішіп болдыңдар ғой өтірік пропагандамен. Мына жастардың миыларын уламаңдар. Мына Аяулым дейтін бала осы жерде сараптап отыр бәрінде. Сараптап отыр. Шынашақтай ғана бала. Біздер үлкендер отырып алып папугай боламыз. Анау жерді айқайласа қол шапалақтап, бір жерде айқайласа қол шапалақтап, серкенің артына ерген қой сияқты. Жастарға жол беру керек. Жастар
өз ойларыңмен қорытып, жастар өз ойларыңмен қорытып, өз идеяларыңмен жұмыс жасаңдар. Өз идеяларыңмен, өз ойларыңмен қорытып жұмыс жасаңдар. Бар ішінде. Жасқанбаңдар, тартынбаңдар, алаңдамаңдар. Жасқанып жатқанда алаңдамаңдар. Алаңдамаңдар. Өтірік ұранға 30 жыл сағыздай шайнап жатырмыз. Құр жалаңқай ұранға сенім кетті енді. Енді жастар өз ойларыңмен қорытып, білем мен сендер бытырамайсыңдар ешқайда. Мына бірлікке шақырып отқан, осыны ұйымдастырып отқанда осы жастар. Бірге күн туды деп шатасып отқанда осы жастар ұйымдастырып. Оны келіп мынадай тарих пәнінің сабағын өткізіп қажет жоқ өтірік. Өтірік ұйықтататын діни уағыз сияқты. Жастар біле біліңдер. Бұл дейтін күрес әбіләзовтен басталған жоқ. Бұл сонау берісі тоқырау жылдарынан тәуелсіздік жарияланбай тұрып, тәуелсіздікте талап етіп жариялатты. Тәуелсіздікті біз алған жоқпыз. Тәуелсіз болып шарттасады болды. Одақ ыдырап кетті, біз тәуелсіз болып шықтық. Тәуелсіз болып шықтық, одақ ыдырап кеткесін бар. Одан басқа 86 жылы қан төккенде де берген жоқ, алынған жоқ. 86 жыл қан төккенде қазақ қазіргідей емес, кім екенін өзін көрсетті. Қазақ көрсетті. Империя басшылар қожайыны Ресей сескенді, Мәскеу сескенді. Сондықтан Мұхтар Шахановты актер қылып, спектакль қойдырды. Ол союздың басшыларының, сол одақтың нелерімен ұйымдастырылған нәрсе ол. Ешқашанда Горбачев Мұхтардан кешірім сұрайтындай жағдайға келген жоқ. Ресей басының етіндей жағдайға келген жоқ. Әлі де тісін қайрап отыр. Оның бәрі сол кездегі жалбақтауымен ұйымдастырылған өмір өтті. Енді қазбалап қажет жоқ. Бар шындық сол. Қарсы тұрған Қасен Қожахметов тек қана. Одан кейінгілердің бәрі, ілібалардың бәрі түрмеде отыр. Ал мұның бәрі бос далбаса ұйықтатушылар келеді. Ұйықтатушылар, қарттарда қоңырауы бар, билікке астыртын жандар үшін қызмет ететіндер. Бұлардың бәрі астыртын қысым көріп отқандар. Астыртын қысым көріп отырғандар. Жан керек бәріне де, амал жоқ, жалтақтап отырғандар. Қас батырлар емес. Қас батырлар халықтың ішінде жатыр. Халық оянады, бәрі де ешкере болады. Жаңағы бауырым айтып кеткенде, билік революциялық жолмен болмағанда жастар алады ертең. Алған уақытта жаңағыдай әр жерге уақытша үкіметке басын тығатындар бағана. Сол кезде тағы арпалыс, тағы революция болды. Қырғызстанда не болмады? Қайта неге ауыстырады билікті? Осындайдан міне. Жастар өз саналарымен өмір жаман сендердікі, өз саналарымен өздеріңмен ойланыңдар. Өз бастарың іске қосып, алаңдамаңдар іске. Мен жастарға сенемін деп Мағжан Жұмабаев айтып кетті ғой, бір жақты болады. Мен жастарға сенемін деп. Алаш атын аспанға шығарар олар бір таңда деді. Бір таңда жастар шығарады. Біз сенеміз жастарға. Жастар, өз ақылдарыңмен, өз идеяларыңмен тартынбаңдар, қозғалыңдар. Оппозицияның тарихын дұрыстап, Алаш ортадан кейін қандай болды? Тек бұна Мұхтар Әбіләзовтен басталған жоқ. Ар жағын біліңдер. Анау біз сияқты шалдардың өтірік Қасен Қожахметов патриот қой деп пропагандаға жүрген сенбеңдер. Соның қайталаушы папугай, соның жолын кесушілер бұлар. Өткен 31 қазандағы митингіде шықты Қасен Қожахметов. Ашық айтты. Балташ Тұрсынбаев, Серік Әбдірахман бәрі де соның қасынан ақылдасып келіп отырғандар. Күніге ақылдасып отырады. Күніге ақылдасып шығады да мына жаққа келіп өздері болып сайрайды. Ана шалды көрсетпейді. Осы шал ауру үйде. Сахарный диабетпен ауырып отыр. Идея бәрі, соны жоспар, соны мына жаққа келіп өздерінің дальше алға дамытатын шамалары жоқ. Өздері көрсетіп, өздері болмаса да 70-тегілер артарындағы біреу үшін солай қызмет етіп жүрген. 9 класстың тарих оқулығын қараңыздар. Не жаңалық бар екен? Не бар екен? 9 класстың тарих оқулығы. Жастар лидер болу керек. Жастар лидер болу керек. Жанболат Мамай шынында да биліктің оның да өз өмірі бар. Өз жауап береді. Бірақ жамандамаңдар, етпеңдер. Оның ұйымдастырған митингісі болса, митингіні үкімет беріп тұрған пайдаланыңдар. Іште ойларың іштеріңде болсын. Сыртқа шығып жыртылып айқайлағанмен ештеңе білмейді. Әркім ішінде болсын. Ал оны жамандасаң да өз қазағың, мақтасаң да өз қазағың.
бірақ о да қазір қысымшылықпен жаны үшін о да сол немен амалсыз жалтақтап аса алмай жүрген адам. Білімін дұрыс пайдалана алмай жүрген. Керісінше біз оны құтқарып алуымыз керек. Жауында жаны бар дейді. Біз халық оны пайдалануымыз керек. Мүмкіндікті осы. Митингісінде біз сол арқылы оны да құтқарып аламыз. Митинг ананікі мынанікі демей шыға беріңдер. Митинг ананікі мынанікі демей шыға беріңдер. Барғанда әркім өз ойын айтады, әр несін. Бірақ сол деп болғанда да халық саны көбею керек. Халық саны көбею керек. Сонымен сосын бірін-бір көреді, бірінен-бірі. Осы сырттан завод үшін әлгі шиітті оққандай отырып баға бере бермеу керек. Митинг пе митинг, не митинг болса, шығу керек, сол жерде өзі көрінеді. Бұрылмағандар былай бұрылып жүргендер кейін бұрылады. Теріс бұрылып жүргендер оңға бұрылуы мүмкін.